Мен Батыс Қазақстан облысында Зеленов ауданында Чесноков ауылында дүниеге келдім. Кішкентай кезімнен бастап қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен олимпиадаларға қатысып, облыстық, республикалық олимпиадалардың жүлдегері болдым. Қазір мен Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде орыс мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығында оқып жүрмін. Менің арманым өзім сияқты өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету. Қазақ тілін білгендіктен қазір мен көп жетістіктерге қол жеткізіп жүрмін. Қазақтың ұлы ақын жазушыларына арналған байқауларға қатысып, жеңімпаз атандым. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Мен қазақша сөйлеймін» акцияның жеңімпазымын. Менің ата-әжем Нина Андриановна және Геннадий Павлович Қазақстанға 1970 жылы Ресейден көшіп келді. Қазақ халқы, мари халқын және тағы басқа өзге ұлт өкілдерін қиын-қыстау кезінде оларға қамқор болып, құшақ жая қарсы алған. Менің отаным Қазақстан. Барша қазақстандықтарды Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Өзге ұлт өкілдеріне айтарым, қазақ тілін үйреніп, қазақ тілін мемлекеттік туымыздай биікте ұстап құрметтейік. Қазақша сөйлейік.